Bir жерден шығасыздар ма әлде әркім өз кабинетінен шыға ма? Жоқ, бір жерден сол бізде кішкене интернетті желісінен ақау болып тұр. Соны қазір қосып жатыр, бір жерден отырмыз барлығымыз. Команда мүшелері толық қой. Жақсы, олай болса бастай берейік. Енді өздеріңіз білесіздер, бүгін мына дос болайық бағдарламасы бойынша жаңағы апробациядан өтіп жатқан мектептермен кездесу өткізіп жатырмыз ғой. Осы жерде қандай бір қиыншылықтар бар, қандай бір жүргізуге жаңағы қиындық туғызып жатқан мәселелер болса, соның барлығын осы жерде талқылап, қандай әдістемелік көмек керек, соны анықтап, ары қарай жұмысымызды тиімді ұйымдастыру үшін жаңағы осы бүгін осындай кездесу ұйымдастырып отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, желтоқсанның аяғында біздер отчет жинап алған болатынбыз. Сол отчет бойынша жалпы осы мектептерде дос болайық бағдарламасының жүргізілу барысында біраз жасалмай жатқан дүниелерді байқап көріп отырмыз. Енді оның себебі жаңағы мүмкін сіздер отчет берген кезде кейбір дүниелерді дұрыс жібермей қалған шығарсыздар, болмаса осы дүниелер неге жасалмай жатыр, жаңағы біздің тарапымыздан қандай көмек керек деген осы мәселелер төңірегінде ой бөлісу үшін сол сіздермен кездесіп отырмыз. Олай болса, бірінші сөзді жаңағы осы дос болайық бағдарламасы бойынша мектепте жасалып жатқан жұмыстар туралы айтып өтсеңіздер. Мектеп директоры кім екен? Оразбай Қонысбай Айтқазұлы. Саламатсыздар ма? Қонысбай аға, өзіңіз онда таныстырып шықсаңыз, осы бағдарлама бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, мектепішілік бұйрықтар бәрі шығарылды. Сосын біздің екі маманымыз Алматы қаласына барып оқып келді сіздерден. Сол келгеннен кейін сол сіздерден алған жаңа тәжірибесін іште мектепке келіп бөлісіп, іште көптеген жаңа шаралар өтіп жатыр. Оның барлығының хаттамаланып, бұйрықтары шығып, бәрі қазір қолымызда отыр бұл жерде. Команда құрамы бар, енді қазір бұл жерде мектеп директоры бар, директордың тәрбиешілерінде орынбасары, мектептің педагог, психологы, және бір сынып жетекшіміз. Осы кісілермен қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы сізге біздер слайдпен бәрін дайындап қойған едік, аға. Біздер қазір енді қосылмай жатыр, слайдымызды қарап жатыр. Біздерде мектепішілік бұйрық шығарылды. Соған қосымша бұл мектепішілік бұйрықпен бүткіл педагогикалық ұжым таныстырылып өтті. Соның ішінде команда құрамына мынандай қылып, команда құрамын жаңағы 10 команда құрамын белгілеп, оның ішінде танысқандық жөнінде барлықтары осы жоба бойынша жұмыс жасайтын жөнінде қол қойылған несі бар міне. Біздер осы бойынша. Сосын жалпы бізде мектепішілік іс-шаралар жоспар жасақталды. Міне, ол да мектеп директорының қолымен бекітілді. Енді осыны сізден таныстырып өтейін бе, әлде жалпылама жасалған жұмыстарға тоқталып кетейін бе? Енді бұл жерде ең бірінші бөлімде жаңағы бұйрық шығару деген сияқты барлық бөлімдері іске асырылды. Одан кейін білім алушылармен өткізілетін мына жерде білім алушылармен өткізілетін іс-шаралар жоспарларының барлығы жасақталды. Бұл өзі әр жауапты мамандарға таныстырылды. Одан кейін бұның ішінде енді біздер ең қажетті ата-аналармен өткізілетін іс-шаралар жоспары мына жерде жасақталған. Бұл жерде біздер де білесіздер, сіздерде.
Алима деген әріптесіміз сіздердің мектепте істейтін адам ба, Алима? Жо, біздің мектепте жасамайды. Жақсы. Осындай шаралар жоспар арқылы мына біздерде білесіз, ата-аналарды қолдау педагогикалық қолдау орталығында біздер осындай сабақтардың несін өткіземіз. Бұл шаралар жоспарына да енгізген болатынбыз ағай, міне барлығы өзінің ретімен. Бұл шаралардың жоспарының барлығының хаттамалары, жүргізілген жұмыстардың фотосуреттерімен барлық шаралардың нәтижесінде осындай папкаде жасақтап жатырмыз, жинақтап барлығын. Біз өзіміздің дос болайықтың барлығының өзімнің неге сіздердің ұйымдастырылып жатырылған алдындағы шараларыңыздың барлығына қатынасып отырмыз. Бізде үздік деп танылған бана видеороликтер орын алды. Осы сіздерден және де мына дайындалған бізде көрмелерден сурет байқаулары бар. Осы бана буллингке жол жоқ атты. Солардан 3-ші орын, 2-ші орын дәрежелі дипломдармен қазір біздің балаларымыз марапатталып отыр. 5-ші сынып, 6-ші сыныптың оқушылары. Барлық оқушылардың жетістіктері осы папкаде бізде жасақталған түгел. Біздің немізде екінші мынау біздің өзіміздің неміз ағай, көріп тұрсыз ба сіз мені? Көрініп жатыр. Мына сіздерде бізде екінші этажда сізге қазір көрсетуіме болады. Біздерде неге салып едік сайтқа. Екінші этажымыз біздің дос болайықтың жобасына жасақталған, аясына жасақталған дәліз. Бізде барлық сынып 11 комплектті сынып бар, шағын жинақталған мектеппіз ғой, ағай. Соның барлықтарының күшті суреттері баспалдақ бойына бағанағы ілінген. Және де мына жағында дос болайықтың бағдарламасы аясында балалардың жасалған жұмыстары барлығы екінші этажда. Бізде басталарда осы ең бірінші қыркүйек айында бізде өзімізде кішкене адаптация болды. Біз енді оны мына жобаны жүргізу барысында кішкене қиындықтар кездесті. Бір қалай істейміз, іс-шаралар жоспарына не салсақ болады, қай жері ұтымды болады, біз балаларды буллингке қарсы қалай істейміз, қалай алдын аламыз, қалай сақтандыра аламыз деген көптеген сұрақтар, сауалдар туындады. Біздер команда бойынша оның барлығын шешуге тырыстық және соның барлығын нақты жұмыстарды сол іс-шаралар жоспарына жинақтап, ең бастапқыда ата-ана мен, оқушы мен, мұғалім мен оңдық өткізіп алдық. Осы дос болайық жобасы аясында барлығы ата-аналар таныс болсын. Бұл жерде ең ішіндегі, мысалы біздің сізде осы 10 күндіктің ішінде жәрмеңке өткізіп жатырмыз. Оның балалардың өзіндік банағы сол жәрмеңкеге де әсері өте мол болды. Және ата-аналар тарапынан ұсыныстар. Сол дос болайық бағдарламасының жаңағы ең біріншіде бүйтіп таныстырғаннан көрі іс жүзінде жасап, ол нәрсе не нәрсе, қандай жоба, не үшін, тиімді жағы қандай деген сияқты нәрсені көзін жеткізу мақсатында біз сондай 10 күндік өткіздік. Қазіргі таңда дос болайық жобасына ата-аналардың да ой өрісі жаңағы не жақсы жағынан ойланады бана балалары. Бізде қазіргі бізде мектебімізде Құдайға шүкір бана дос болайық жобасы аясында түрлі шара. Қазір балалардың трендте, мысалы түрлі келгенде біздерде шараларға байланысты бана балалар айтып жатады, ұсыныс ретінде апай мынаны өткізейік, апай мынаны өткізейік деп. Соның барлығы біздің осы мектебімізде, Мұрат Мөңкеұлы атындағы орта мектебінде іске асып жатыр ағай. Қоңырау мезгілінде, біздің қазіргі музыка қоңырау мезгілінде күй ойналады ғой ағай. Бізде кейде дос болайықтың өзіндік гимні бар ғой. Сіздермен біз байланыс жасап, сол гимнін айтып, балалар қазір сөздерін бәрін жаттап алған ғой, мысалы. Соны біз жіберіп қоямыз дос болайық. Оның өзі балаларға кәдімгі мотивация ғой, анағы рух береді, мотивация. Сондай бір анда-санда біз аптасына 2 рет, 1 рет сол бағанағы нені жібереміз қоңыраудың мезгіліне сол гимнді. Оны балалардың да сұрауы бойынша сондай жаңағы жұмыстарды іске асырып жатырмыз қазіргі таңда. Енді сізге айтайын, қазіргі таңда бізге қатты қиындық келтіргені, осыған дейін сізге айттым ғой, қыркүйек айында іс-шаралар жоспары. Іс-шаралар жоспарына біз кез келген нәрсені салмайық, не саламыз, қалай істейміз, оның тиімді жағы қандай, ұтымды жағы, ата-анамен не өткізсек болады, мұғалімдермен қандай жағдайда не өткіземіз деген сияқты қиындық келтірді. Бастапқыда біз сіздерге отчетты берер кезде сол іс-шаралар жұмыс жоспарына қиналдық. Анадан сұрадық, мынадан сұрадық, бірақ жаңағы өзіміз команда бойынша сол нәрселердің барлығын осы іс-шаралар жоспарына енгіздік ағай. Мына жоқ. Көрініп тұр. Осыдан көрсете беріңіз ағайдан. Презентация ашылып жатыр ғой.
Шығып тұр еді. Жалпы қысқаша мәлімет осындай. Мына жерде жалпы мәліметі көрініп тұр ғой. Бізде шағын жинақтағы 11 сынып комплектісі бар. Бірінші 11 сыныптар арасында 123 оқушы білім алады. Мектепке дейінгі ұйымдарда 41 тәрбиеленуші бар. Мектепте 28 мұғалім, оның 25-і жоғары білімді, 3-і арнаулы білім, 28 мұғалімнің 4-і зерттеуші, 8-і сарапшы, 10-і модератор, 6-ы санатсыз. Осындай біз шағын жинақталған мектепте қызмет етеміз, ағай. Енді мынау бағанағы айтылып жатқан бұйрықтар барлығы. Сұрағыңыз. Жақсы. Енді маған Дамира, мына буллингке қарсы команда 10 адам дедіңіз ғой. Сол команданың жұмыс жоспары қазір қолыңызда бар ма? Иә. Сол команданың жұмыс жоспарындағы іс-шаралардың бір 3-4-еуін айтып жібересіз ба? Айтып жіберейін. Жоқ, мынадан ауыспай тұр ғой, сенікі мынан ауысқан мен. Анан ашшы, ағайға көрсетіп қойын. Повернуть етіп. Қазір ағай сізге көрсетіп қойыншы ана нені. Слайдты. Мынадан ашылмайды. Мына нені экранды көрсетіп қойшы, сол бойынша сөйлеп берейін ағайға мен. Мына теріс қаратып берші, соткымды менің. Мына жер теріс қарамай тұр, мына жер. Қазір. Көрінбесе жақсы. Ағай, сізге мына біздің неміз көрініп тұр ма, экранымыз? Экран көрініп тұр, бірақ ауыспай тұр. Маған сол жоспарыңыздың Жоқ, мына тақта көрініп тұр ма? Мен сізге келесі слайдты қоса беремін. Менде анда интернет дұрыс жұмыс жасамасын, демонстрация экраны қосылмай тұр ғой. көрініп тұр, аха. Міне жалпы жұмыстар бойынша осы. Мен сізге бір-екі шаралар жоспарын таныстырамын. Жұмыстардың атауын оқысаңыз жетіп тұр маған. Қақтығыссыз қарым-қатынас. Қақтығыссыз қарым-қатынас. Бұл жерде өтілу формасы буллинг, агрессия және тағы басқа сияқты ұғымдарды практикалық жұмыстану арқылы мағынасын ұғындыру, зорлық-зомбылықтың кез келген түріне төзбеушілік сияқты адамдарға деген шыдамдылық, аяушылыққа бағытталған жұмыстар. Бұл бағыттағы банағы тақырып сондай. Қақтығыссыз қарым-қатынас деп аталады. Бұл жерде жаңағы мақсат солай бағанағы оқушыларды шыдамдылыққа, аяушылыққа, қамқорлыққа бағанағы тәрбиелеу, соған қарай бағыттау. Екінші, жақсы орта, жарқын болашақ. Буллингке жол жоқ. Бұл жерде тренинг, семинар тренинг, бұл жерде сіз білесіз, қазіргі таңда буллингке көбіне ұшырап жататын басқа жақтан келген, ортадан келген, басқа мектептен келген балалар, жаңа мектепке бейімделу процесінде болады көп жағдайда буллинг. Сол мақсатта сол балаларды. Мынандай жұмыс бар ма? Мынандай жұмыс бар ма? Сол буллинг жаңағы буллингке қарсы команданың жұмыс жоспарында мынандай диагностика жүргізу деген жұмыс бар ма? Бар. Ағай бар. Диагностика жүргізу жұмысы бар. Сауалнамалар. Ата-анадан, мұғалімнен, оқушылардан сауалнама алынып, мониторингсі жасақталды, ағай. Жақсы. Мынандай жұмыс бар ма соның ішінде? Педагогтерге арналған семинар. Бар. Педагогтерге арналған семинар ұжымның күші бірлікте деп аталады. Жақсы. Оны кім жүргізді? Оны директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Анесова Райхан Байжанқызы. Ол кісі бар ма қазір? Міне бар, қасында бар. Отырмыз. Сол кісіге бір-екі сұрақ қояйын деп едім. Аға, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз осы жұмысты жүргізгенде материалды 4-ші қосымшадан алдыңыз ба, солай ма? Иә.
Аха. Сол жерде сізге көңіліңізден шықпаған, сізге ұнамаған тұстары бар ма? өзімнің жеке нем бойынша ма, әлде өткізілген сауалнаманың қорытындысы бойынша ма? Жоқ, Бана жұмыстың сауалнама емес қой, мен бойынша. сізден оны сұрап жатқан жоқпын ғой. Педагогтерге арналған семинар. Жоқ, бәрі түсінікті, анық, жақсы тілмен берілген, көңіліңнен шықпайтын, маған түсініксіз, ол жерде ештеңе болған жоқ. Аха, толық сол 4-ші қосымшадағы разработкамен өтіп шықтыңыз, иә? Өзімнің сосын соған қосатындарым болды, оны қосып бірге өткіздім. Өзім жүйелеп жасап алдым, ыңғайлап. Аха, өте жақсы. Ал енді білім беру ұйымы қызметкерлеріне арналған семинар. Оны Өткізілді. Оны да мен өткіздім. Аха, Шаруашылықмен және шаруашылық меңгерушісімен, сосын бана мектеп психологымен үшеуміз бірлесіп өткіздік. аха. Кімдер қатысты оған? Кіші қызметкерлер. Жақсы. Аха. Келесі, енді біздің осы Дос болайық бағдарламасы бойынша ең маңызды жұмыс бұл, сіздер қазір Мөңкеұлы. Аха. 11-ші сынып оқушыларынан арналған сабақтар. Сынып сабақтар. 7-ші қосымша. Осы жерде сіздерден 0 тұр. Өткізілмеді деп. Біздер ол қосымшадағы сабақтардың бәрін желтоқсан айында өткіздік қой. Себебі біздер қазан айының аяғы мен қараша айының басына 10 күндік қойдық. Әуелі 10 күндікпен өткізіп, бана оқушыларды дайындап, бұл қандай жоба, не мақсатта өткізіп жатыр түсіндіріп алу үшін. Содан кейін барып, мана 7-ші қосымшадағы жобалар мен сабақтар өткізілді. Желтоқсан айында өткізілді ол. Бұл жобалардың барлығының тақырыбы да мектептегі сынып жетекшілердің сынып сағатына енгізіліп тұр. 34 сынып сағаттың ішінде 4 тоқсанға бір сынып сағатына енгізіліп отыр. Оны неге жібермедіңіздер бізге отчет кезінде? Мен желтоқсанның отчетін әлі жіберген жоқпын, қараша айын жібердім. Жақсы. Енді өзіңіз біліп отырсыз ғой, ол жерде жаңағы 4 тоқсанда бір сабақтан өтеді, бірінші, екінші сабақ өтті, Бірінші сабақ өтті, бірінші сабақты өткіздік желтоқсан айында. Екінші сабақты енді өткіземіз қаңтар айында. Жақсы. Енді ол жерде былай, не бойынша, тәртібі бойынша өзі 1-ші тоқсанда бір сабақ, 2-ші тоқсанда бір сабақ, 3-ші тоқсанда 3-ші тұр. Енді осы сабақтар бойынша жоба жүргізу мүмкін болып жатыр ма, әлде мүмкін емес па? Мүмкіндік бар, өткізуге болады, жасауға болады. Жасап жатырмыз. Сынып жетекшісіз ба, емессіз ба? Жоқ, мен сынып жетекші емеспін, мен тәрбие жөніндегі орынбасарымын. Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары. Буллингке қарсы команда құрамы осы жерде отыр ғой. Сынып жетекшілер бар ма ішінде? Бар. Сол кісіге бір-екі сұрақ қойсам. Қазір берейін. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? 7-ші қосымша. Балалар қабылдай ма осы жердегі сабақтарды? Сіз қай сыныпта өттіңіз сабақ? Саламатсыз ба? Мен 6-шы сыныптың сынып жетекшісі Сахибеденова Тұрсынай Асқарқызы. 7-ші қосымша арқылы қосымшаға байланысты мен жанжалды басқару өнері деген сынып сағатыма қостым. Бұл да балалар жақсы меңгерді, жақсы қатынасты, қызығушылықпен, және де жадынама жазды ма? Жадынама жазды ма сол сабақта? Не істеді? Әлде қарым-қатынас ережелерін жазды ма? Қарым-қатынас ережелерін жазды, және сіз 6-шы сынып осы өткен сабақтар бойынша енді жылдың аяғында сіздер тәлімгерлік өткізулеріңіз керек, иә? Менторинг дейді ғой. Қай сыныпқа барасыздар? 5-ке барамыз ғой, 5. Жоқ, сіздер желательно 2-ші сыныпқа барыңыздар. Сонда сіздің 6-шы сыныпты сол 2-ші сыныптың мұғалімі бастауышта оқытты ма? Сол себепті 5-ші сыныптар бірге, 6-шы сыныптар 2-ші сыныпқа барып тәлімгерлік өтеді. Сонда былайынша айтқанда бір адамның балалары сияқты ғой олар. Жақсы. Тәлімгерлікті жүргізуге мүмкіндік бар ма? Бар, балалар жақсы, қызығушылар. Балаларына барып ақыл кеңесін айта ала ма? Мысалы, қарым-қатынас ережелерінде
Иә, ой, үлкен Егер- үзілістерде барып тұрады Иә. жалпы сынып жетекшісіне бұрынғы. Егер Бастауыштағы сынып тәрбие- жетекшісіне. аха. Енді сол тәрбие сағатын өткіздіңіз қарым-қатынас ережелеріне қатысты. Үйге тапсырма бердіңіздер ме? Келесі тақырыпқа дейін енді 1.90 олар бос жүреді ғой. Аха. Иә, беріліп Тапсырма тұрады. берілді ме? Эссе жазуға беріледі. Аха. Аха, жақсы. Рахмет, аха. Аха, досына хат және. Ау. Досына хат немесе эссе тапсырмалар беріледі. Жалпы енді қарым-қатынас ережелерін жасағаннан кейін сол қарым-қатынас ережелерінде қарым-қатынаста бала қандай болу керек деген дүниені бала әбден зерттеу керек қой. Сөйтіп, қарым-қатынаста мынандай болуым керек деп, кейін екінші сыныптағы інілеріне барғанда, қарындастарына барғанда, олар сол мәселені айту керек. Қарым-қатынас жасағанда, егер біз өзіміз әдепсіз сөйлеп тұрсақ, алдымыздағы адам ол да әдепсіз болады. Сол себепті әдепті болуымыз керек, сыпайы болуымыз керек деген сияқты. Жақсы. Жақсы. Ары қарай. Ата-аналар мен педагогикалық қолдау орталығына кіріктірдік деп жаңа айттыңыз ғой, Дамира? Иә. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтарына. Сол сабақты жүргізген адам команда құрамында бар ма, жоқ па? Команда құрамында бар біреуі. Бар ма ол кісі сабақ жүргізген адам? Қазір сабақта, ағай. Сабақта ма? Жақсы. Бізге сұрақ қоя беріңіз, себебі біз бүткіл ата-аналардың қолдау орталығы сабақтарына қатысамыз түгел. Аха. Сол жерде қазір қайда кетіп қалды? Жәбірлеу оқиғасы анықталған жағдайда ата-ана қайда хабарласады? Осы жерде сіздерден 0 тұр, неге екенін білмеймін. Сонда ата-ана, егер мектепте бір буллинг жағдай бола қалса, мысалы бір баланың ата-анасына айтып, ата-ана не істеу керек, кімге хабарласу керек, қайда хабарласу керек? Осы туралы ата-аналарға ақпарат берілді ма? Иә. Бізде барлық жаңағы ата-анаға арналған. Қалай берілді ол? Ауызша берілді ма, әлде жадынама, болмаса бір буклет сияқты бір материалмен берілді ма? Жадынама, буклет сияқтымен берілді, себебі біздерде деген телефон номерлері барлығы салынған, кәдімгі сайттан істеген, бүткіл ата-ананың чатына, WhatsApp желілеріне тараттық, және де неде дәлізде, кіреберісте бізде ілініп тұр. Сол жадынама жоқ па сізде қазір? Қазір сізге көрсете аламын, неде ілініп тұрған, қазір мына сайтқа салдым ба? Дәлізде тұр ма? Иә. Сізге фотоға түсіріп жіберейін қазір осыдан кейін, Насте, ағай. Ол жерде нақты жазылған ба, ата-ана қайда хабарласады, кімге хабарласады, не істейтіндігі? Иә, нақты көрсетілген, Жақсы, рахмет, аха. Енді мына жаңағы буллингке қарсы команда мүшелері, оның төрағасы кім екен, директор ма, әлде сіз төрағасы буллингке қарсы команданың? Директор ма? Аха. Енді Қонысбай аға, буллингке қарсы команданың жиналыстары, отырыстары бола ма, болмай ма? Болады. Өткізіп көреді. 90-на бір рет, айына бір рет, қалай жоспарладыңыздар оны? 90-на бір ретке жоспарладық. Оның хаттамалары бар ма? Бар. Бар, ағай, мұнда хаттамаларының бәрі папкамызде салынып тұр. 2 хаттама болу керек, иә? Иә. Бірінші отырыстың хаттамасы бар. Енді 90-на бір рет болса, біз сол әдістемелік нұсқауқатта енгізілген ғой, осы дос болайық бағдарламасы. Сол біздер соны бірінші петкеңесте банағы нелерге таныстырғандағы петкеңес хаттамасына да түсірілген. Жақсы. Анда салынған. Замира, оны сұрап отырған себебім, сіздерде бұл хаттама жоқ деп тұр. Яғни бізге жібермегенсіздер ғой оны, сканерленген нұсқасын. Жібердім дейді ғой, директордың тәрбие жөніндегі орынбасары.
алып келші хаттаманы. Хаттама бар деңіз. Бар жазылған. Аманғали ағай, мен дейтін оны Ақтолқан анесінаға бөлек жібердім ғой, сканерлеп. Кестеге Кімге? салған жоқпын, бөлек жібердім. Сканерлеп Кімге? бөлек жібердім. Қазір мында слайдта да тұр, не істесе сіздерге. Кімге жібердім фотоға дейсіз? түсіріп жіберейін. Кімге жібердім дейсіз? Ақтолқан анесінаға. Есеп алған кезде біздегі, есеп алады ғой, каждый ай сайын. Сол кезде, иә, облысқа. Иә. Жалпы бізге жеткен жоқ ол. Жақсы, мен оған сурет қойдым. Хаттамалар жаңа көрсетіп жатсыздар ғой, хаттамаларды. Мына хаттама бізде слайдта тұр, біз сізге слайдты қазір бөлек отдельно жіберейік. Мына неде бізде демонстрация экраны шықпай тұр, қайта интернеттің тұрақсыздығынан. Бар деймін. Енді оқушылардан, жаңағы ата-аналардан және мұғалімдерден сауалнама алынды ма? Иә, алынды. Олардың материалдары бар ма? Бар. Бана бір папкеде барлығы жасақталған 10 күндіктің іс-шарасы, өткен шаралар, сол кезде жіберілген афишалар барлығы да сол папкенің ішінде тұр. Енді мектепте жәбірлеу жағдайы тіркелген ба? Жоқ, бізде ондай жағдай болған жоқ. Ата-анамен де ондай жағдай болған жоқ. Бана сізде кестеде 0 болып тұрған себебі сол. Біздің мектепте ондай ата-анадан да, оқушыдан да жәбір көрдім, жәбірлендім деген хабарлама түспегендіктен біз 0 салдық. Жақсы, енді мен жаңа бас жағында бір ақпараттар айтылды, мен енді қазір есіме түсіңкіремей отыр. Соңында анықтап алайын. Мынау жәбірлеу жағдайлары туралы жасырын хабарлауға арналған сенім жәшіктері бар ма? Бар. Қазір сенім жәшігін, сосын сізге жадынаманы, ата-анаға бана таратқан жадынаманы дәлізде ілулі тұр, қазір сізге көрсетеді Данира. Жақсы. Ағай, қараңыз ағай. Міне бізде Петкенгестің хаттамасы осының ішінде. Қараңыз деп қаттым. Осының ішінде біз таныстырғанды жөнінде осы дос болайық бағдарламасыны ұжымға таныстырғанда хаттамасы міне жіберілген болатын, директор тәрбие жөніндегі орынбасары. Енді білмеймін сіздерге қалай 0 болып тұрғанын. Облыстан ары қарай шықпаған болады. Енді, осымен енді мен жаңағы өзіме қажет дүниелердің бәрін сізден қазір сұрадым, анықтап алдым. Енді біз отчет жасағанда қай материалға подтверждающий документы дейді ғой, енді сол жоқ дүниелерді қазір түгендеп отырғаным ғой менің. Енді осы бағдарламаны жүргізу барысында жалпы жаңада өздеріңізде айттыңыздар, яғни оқу тәрбие жөніндегі жоспарға бұның ішіндегі іс-шаралар енгізілді. Солай ма, Дамира? Иә. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарына 2 сабақ енгізілді дедіңіз, иә? Иә. Жоба жұмыстарын қалай жүргізіп жатырсыздар? Осы дос болайыққа қатысты. Біртұтас тәрбие бағдарламасындағы жобаларды алдыңыздар ма, әлде басқа жоба жүргізіп жатырсыздар ма? Бұл жерде жоба да бар ғой. Иә. Кешегі сіздердің жіберген 7-ші қосымшадағы берілген сабақтарыңыз бар ғой, ағай? Иә. 1-ші класс берген 11-ші сол сабақтарды бағанағы директордың тәрбие жөніндегі орынбасары таныстырып, өздерінің сынып нелеріне банағы жоспарлары бар ғой, тәрбие кешенді жоспарлар, соған енгізген болатын. Сол бағытта, енді, бәрі бөлек-бөлек. Сол сабақтарды жоба ретінде алып пайдаланып жатырсыздар, иә? Иә. Ішінде енді біздер айттық, қатып қалған нәрсе жоқ, сіздерге беріп тұр. Яғни сіздер арғарай оны өздеріңіздің шеберліктеріңізге, өздеріңіздің жеткізулеріңізге, өздеріңіздің ұйымдастыруларыңызға байланысты өткізесіздер деп арғарай түсіндіріп айтылған болатын. Әрбір сынып жетекші өзінің несіне сай өткізіп жатыр енді. Өте жақсы. Енді жалпы енді сіздерде қазір бір сабақ қана кеш өтіп жатыр екен. Сол сабақты қуып жетіңіздер енді. Иә.
Ал қалған шаруалардың барлығы орнымен, уақытымен істеліп жатқан сияқты. Ал енді сіздерге бір қиындық туғызып жатқан дүниелер бар ма? Жоқ, жоқ, онда қиындық ешқандай қиындық болып тұрған жоқ. Себебі біздер шағын жинақты мектеп қой. Бізде ондай жаңағы әлімжеттік, жаңағы зорлық зомбылық басқалай ешқандай жаңағы нелер болып жатқан жоқ. Біздер енді жұмыс жасауымызға мүмкіндігіміз зор. Жақсы. Егерде бір жаңағы тәлімгерлік болсын, жоба болсын, тағы не бар, осындай мәселеде бір қиындық туындап жатса, міндетті түрде айтсаңыздар, біз әдістемелік көмек ұйымдастырамыз. Өйткені бұл операцияның бітуіне мінекей 4-5 айға жетпейтін уақыт қалды ғой. Сол осы уақыт аралығында біз жұмысты оң жолға қойып, дұрыс аяқталуына жаңағы мүдделі болуымыз керек қой бәрімізде. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Сұрақ жоқ, ағай. Уақытыңыз бар сияқты ғой, төменнен көрсетіп жіберейін сенім жәшігін. Аты жоқ деп қаларсыз, ағай. Сразу көрсетіп жіберейік. Біздің енді мамандарымыз мықты. Байқадым. Жақсы тәжірибе алмасып келді Алматы қаласынан. Жатпай тұрмай жұмыс жүріп жатыр. Ата-ананың қызығушылығы да жоғары қазір, жақсы. Яғни көрсетіп жіберейік. Ана көрсетейік ма? Қалай? Міне. О, ең мына жерден бастап көрсетейін. Мына ағай. Бізде екінші этаж, бірінші этажға, екінші этажға көтерілетін дәліз. Қазір сізге көрсетейін. Жақсыны көрмек үшін дейді. Мынау енді екінші этажға көтерілетін жер. Бұл айттым ғой сізге бана. Дос болайық жобасы аясында жасалған жұмыстар. Мынау енді балалардың жаңа фотосессия, жаңағы. Мына көрдіңіз ба, сіз қандай ерекшелікті айтыңыз ертең. Мысалы енді көрдіңіз ғой жаңағы Индер ауданында, Мұрат Мөңкел атындағы орта мектепте дос болайық деген жазылды, міне балалар жазған. Мынау балалардың суреті. Кәдімгі өздері осыны дос болайық деп жазған, міне. Керемет болып тұр ғой, ағай. Осындай фотосессия. Содан кейін, осылай түсіп келгеннен кейін, міне әрбір жерде балалардың стоп-боль, әр сыныптардың несі суреттері өздерінің сыныптарымен салған, міне. Ресница бойымен түсікке атасыз, міне. Көрдіңіз бе? Осылардан орын алды. 2-ші орын, 3-ші орын. Міне. Қандай керемет, ағай. Қосып отырыңыз. Әдемі. Әдемі, міне. Одан кейін келесіз, міне. Біздің бағанағы телефондарымыз барлығы. Міне бізде сенім жәшігі, прозрачный сенім жәшігі орналасқан. Қол жетімді жерде балаларға ешқандай видеокамера жоқ, міне. Қараңыз. Барлығы ата-ана, оқушы, мұғалім бәріне қол жетімді, ешқандай не жоқ, міне. Біздің бірінші дәлізіміз, мынау көтерілетін дәлізіміз. Сұрақ бар ма? Жақсы, Замира, көп рахмет. Прокурорға көрсеткендей бәрін көрсетіп шықтыңыз, көп рахмет. Осы бағдарлама мектепке енгізіп жұмыс істей бастағалы бір жақсы нәтижелер бар ма? Көзге көрінетіндей. Әрине бар, ағай. Балалардың деген өзіндік кәдімгандай бір-біріне деген достық қарым-қатынасы, бір-біріне деген жаңағы аяушылық сезімдері бәрі
ана кейде біздер видеоролик көрсетіп, не болмаса төмендегі бастауыштардың балдарын істегенде жоғары сыныптың балдарынан байқаймыз жаңағы балаларды айырып жатқаны. Сосын жаңағы қойшиш ол сенің інің ғой, оған тимешейші деп айтатын сөздері, соның бәрінен байқаймыз ағай. Ол бірден қорытынды бермейді жұмыс. Бірақ біздің бағана осындай нәтижелі жұмыстардың арқасында сол жайлап іске асады деген ойдамыз біздер. Жақсы, көп рахмет. Мхм. Егер бір сондай жұмыстар ұйымдастырып жатсақ, жаңа тәжірибе алмасуға, сіздердің мектептеріңізге ұсыныс айтуымыз әбден мүмкін, Намиға. Әрине ағай, айтыңыздар, ұсыныстарыңызды қабылдаймыз. Тәжірибелеріңізбен бөлісесіздер. Рахмет, сау болыңыз ағай. Көп рахмет. Жақсы басқосу болды. Тілеймін. Рахмет, рахмет. Рахмет ағай, сау болыңыз. Сау болыңыздар.